Өткен хаптеде табиғат өзінің біраз ынжықлығын көрсетіп, қыс маусымының суық хауасын алып келді. Бірақ бүгін біз сізге жеткермекші болған хабарларымыз тек қана қош хабарлардан ібарат. Ассалаумағалейкум, хапте давамында жүз берген жаңалықтарды біріншілерден болып жарытып барушы бұл қош хабар каналы һәм бізде хапте дайджесті. Нүкістен Үргенішке 20 мың сомменен бару мүмкін десем сенесіз бе? 27 сентябрь Нүкіс Үргеніш жөнелісінде жолаушы пойызлардың қатынауы жолға қойылды. Билет бағасы болса 20 мың сом. Бұл шегірме емес, президенттің Қарақалпақстан үшін өз алдына қабыл етілген 248 салы қарары менен Хорезм һәм Қарақалпақстанның туризм жөнелісін өзара байланыслы түрде рауажландыру бойынша белгіленген вазипалардың бірі есептелінеді. Қатынаулар һәр күні әмелге асырылады. Пойыз харекеті графигі төмендегіше. Нүкістен таңғы 5:30-да жүріп, Үргенішке 8:50-де жетіп келеді. Үргеніштен 15:30, Нүкіске болса 18:50-де жетіп келуі белгіленген. Ипотека кредитлері бойынша субсидияға арзаларды қабылдау басланды. 2025 жыл үшін белгіленген мақсатлы көрсеткіштер шеңберінде ипотека кредитлері бойынша субсидия хабарламаларының пайдаланылмаған бөлігі есебінен арзалар 2025 жылдың 2 октябрь күні сағат 9-дан баслап қабыл етіледі. Арза беру мемлекеттік қызметкерлері орайынан тікелей мұражат ету арқылы яки электрон тәрізде MyGov.uz порталы ямаса MyGov мобиль қосымшасы арқылы әмелге асырылады. Арза беруші һәм оның жақын туысқаларының. Бұнда жақын туысқалары арзада көрсетілген жағдайларда орташа дарамат мұғдары төмендегі мұғдарда болуы зәрур. Қарақалпақстан Республикасы һәм уалаятларда 3.431.700 сом, 10.168.000 сомға шекен. Ташкент қаласында 3.431.700 сомнан 11.693.200 сомға шекен. Қараөзек қалқынан сүйінші, себебі президенттің 4271 салы қарары менен Азия рауажландыру банкінің қатынасуында Өзбекстанның батыс бөлегінде ішімлік суы тәминатын системаларын рауажландыру жойбарының әмелге асырылуы белгіленген болып, осы тикарында Қараөзек районында ішімлік суы тәминатын жақсылау бойынша жұмыслар давам етпекте. Атап айтқанда 11,1 миллион ақш доллары мұғдарындағы қаржы тикарында Әзербайжан компаниясы тарапынан құрылыс жұмыслары алып барылып жатыр. Жойбар шеңберінде 3 су бөлістіру имараты Қараөзек, Самат, Қаратап 177,3 километр су тармағын құру һәм реконструкциялау һәм 1300-ден аслам қожалыққа су есаплағыш орнату нәзерде тұтылған болып, бүгінгі күнде 139,8 километр су тармақлары тартылды. Және бір қош хабар, Қарақалпақсталы жастар Бельгиядағы турнирде жеңімпаздар қатарынан орын алды. Бельгияның Генет қаласында спорттың қылшыласу турнирінен ерлер һәм қызлар арасында өткерілген Flemish Open халықаралық турнирде Өзбекстан сайланды командасы құрамындағы спортшыларымыз да табыслы қатынасып, жақсы нәтижелерді қолға кіргізді. Атап айтқанда, ерлер арасында өткерілген белдесуде Муса Аймұратов барлық қарсыластарын жеңіп шығып, турнирде алтын медаль иесіне айланды. Ал қызлар арасындағы белдесулерде болса, Олимпиада ойындарының қатысушысы Зайнап Таевекова қола медалын жеңіп алды. Өзбекстан мемлекеттік консерваториясы Нүкіс филиалы жаңа оқу имаратының пайдалануға тапсырылуы мөнәсәбәте менен ашылу салтанаты болып өтті. Онда Қарақалпақстан Республикасы жоғарғы кеңесінің басшылығы Аманбай Орынбаев қатынасып, жиналғандарды құттықтады. Пайдалануға тапсырылған консерваторияның Нүкіс филиалының 300 орынлық оқу имараты 27 миллиард сом қаржы есебінен жаңадан құрып бітіріліп, онда жастарымыз үшін барлық қолай шараятлар жаратылды. Осы жылдың 2 һәм 31 октябрь күндері Қарақалпақстан Республикасы орайы Нүкіс қаласында саламатлық марафоны өткеріледі. Кеселіктер профилактикасы һәм саламатлық тұрмыс тәрізін үгіт насихатлауға қаратылған бұл акция шеңберінде аймақтағы шаңырақлық поликлиникаларда республикалық қанегейлестірілген медицина орайларының жетекші шипакерлері, бір тобар сырт ел қанегейлері һәм жергілікті медицина қызметкерлері тарапынан халықтың барлық қатламы медициналық тексеруден өткеріледі. Медициналық тексерулер Қарақалпақстан медицина институты клиникасы һәм бір уақыттың өзінде Нүкіс қаласындағы 12 шаңырақлық поликлиникада болып өтеді. Сондай-ақ 3 жәмиетлік орында шөлтілместірілген саламатлық майданшаларында саламатлық тұрмыс тәрізін үгіт насихатлауға байланыслы ләжлар, антропометрия, қан басымы һәм пульс өлшеу сияқты тексерулер әмелге асырылмақта. Скрининг тексерулер һәм профилактикалық тексерулер өткерілетұғын медицина мекемелерінде мобиль маммографлар, флюорографлар, ангиографлар
УЗИ аппаратлары һәм офтальмологиялық топламлар алып келіп орнатылған. Клиникалық һәм биохимиялық лабораториялық тексерулер үшін барлық зарur үскінелер бар. Керекли материалдардың резерві жаратылған. Тексеру нәтижелері бірден-бір электрон база, яғни диджитал медицина бағдарламасына кіргізіліп, келешекте науқаслардың саламатлығы тұрақлы мониторинг етіп барылады. Өзбекстанда бірінші мәрте ірі көлемдегі хакатон Нөкіс қаласында старт алды. Бұл іләш мемлекеттегі Улума милли жасалма интеллект хакатоны жойбарының бірінші басқышы есептелінеді. Ал хакатон жойбары 2025 жылдың октябрінен 2026 жылдың декабріне шейін басқыш әмелге асырылады, һәм онда 5000-нан астам қатысушы қатысады. Денсаулықты сақлау, білімдендіру, су системасы, су қожалығы һәмде іс-бирлермелік бағдарламалары бойынша инновациялық шешімдер іздеп шығарылуы күтілмекте. Нөкісте өткеріліп атырылған Хелстеч хакатонының текарғы мақсаты медицина тарауында салалы трансформация процесслерін жетілістіру болып табылады. Жойбар мемлекетіміздің медициналық жәметшілігі һәм IT қанегелерін бір майданға тартып, салы денсаулықты сақлау бағдарында және шешімдер жарату үшін нәтижелі милли платформа қалыптастыруды назерде тұтылады. Іләш IT һәм медициналық жоғары оқу орындарының студенттері, жас шпакерлер, IT қанегелері һәм медицина мекемелерінің уәкілдерінің қатынасуында дауам етпекте. Сізге жеткермекші болған қош хабар һәм жаңалықтарымыз осылардан ібарат еді. Келесі хапте біз ұшында, сіз ұшында қош хабарларға толы болсын.